Баршаңызға қайырлы күн. Біз бүгін мынандай заколка тоқитын боламыз. Ол үшін бізге үйде жіптерден артылған, қалып қалған жіптер болса, сондай жіп керек болады. Мен бүгін қызыл түстен тоқимын және ақ түстен тоқимын. Осындай. Одан кейін ілмек керек. Ілмек міндетті түрде ең кіші размер керек болады, өлшемі керек болады ілмекті. Мына жерде 1 және 2. Одан кейін қайшы. Және ең маңыздысы ол мынандай заколка. Олай болса, бастайық. Заколкамызды осылай аламыз, ашып аламыз. Ілмек мен қазір 1-ді қолданамын, 1-ді пайдаланамын. Арасына осылай ілмегімізді салып аламыз. Енді мынау кішірек заколка болғаннан кейін менде ілмегім арасына өтуі кішкене қиынырақ болып тұр. Бұлай түйін жасап аламыз. Түйін жасадық. Енді түбін кішкене қаттырақ тартамыз, босап кетпес үшін. Енді ілмегімізді заколкамыздың оң жағынан кіргіземіз да, ілмекке мына түйінді ілеміз, жіптің түйінін. Енді тартып шығарамыз. Осындай шығады. Енді шығарғаннан кейін оның астында түйін қалады. Енді жұмыс жібімен жұмыс жасайтын боламыз. Жұмыс жібін тартып, осылай ілмекке іліп, бір рет тоқимыз. Келесі тағы да ілмекті заколканың астына өткізіп, астынан жібімізді, жұмыс жібін ілеміз да, шығарып аламыз тартып. Болды. Енді келесі бізде бұл заколканың түбінен жасалды. Енді біз заколканың мына жағын тоқитын боламыз. Ол үшін біз тек мынандай бір рет тағы да мына жердегі жұмыс жіптің ұшы бар еді ғой, соны бір жағы жасырып кетеміз. Осы жерде бір рет тоқыдық. 2, 3 тоқып аламыз да, енді мына жағына өткіземіз. Бұл жерде енді біз тек жұмыс жібін өткіземіз. Біреу. Енді тартып тоқимыз. Екеу. Үшеу. Төртеу. Бесеу. Алтау. Жетеу.
8. Ешқандай қиындығы жоқ. Осылай тоқып шығасыздар. 9. 10. 11. 2 жағында да бірдей қылып 9 жауып тоқыдық. Мынау үшін қазір осылай жауып қоямыз. Келесі енді бізге мынау бағана тоқыған жеріміз бар ғой, осы жерді тоқитын боламыз. Ол үшін ілмегімізді мынау тоқылған жіптің астына салып, осы жерден өткіземіз. Бұл жерде бір мұнша тоқу керек деген қағида жоқ. Ең бастысы заколкамыздың бетін жауып тұрса болды. Мінекей. Осылай шықты. Жатқан кезде осылай тұрады. Енді былай істейміз. Мына жерде 2 баған бос тоқып аламыз. Воздушная петля дейді ғой. Ауадағы жіптерді тоқып аламыз екеуі. Енді мына жерден ең бірінші тоқылған 2 жіптің арасынан өткіземіз да, жерден бір іліп аламыз.
тағы да біреу, екеу, одағы екі жіп өткізіп алдық. Енді арасына бір баған тастап, біреу, екінші бағаннан өткіземіз. Тағы да біреу, екеу, өткіздік, бір баған тастаймыз. Мына жерге жерден өткіземіз. Тағы да бір баған, екі баған тоқыдық. Енді араға біреу тастаймыз. Бір баған, біріншісін тастадық, екіншісінен өткіземіз. Осы әрекетті осы заколкамыздың соңына дейін қайталап шығамыз. Екеу, біреу, екеу өткіздік. Мына жерде мынау ұшына келген кезде арасына ешқандай баған тастамай, үш бағанды қатар тоқи береміз. Екеуін тоқыдым, үшіншісі. Себебі заколкамыздың ұшы ашылып қалады. Үшеуін тоқыдық. Енді қайтадан бағанағы әдіспен біреуін тоқып, біреуін қалдырып. Біреуін тоқыдық, енді екіншісін өткіземіз. Қалдырамыз. Тағы да екеу тоқып алдық. Мына жерде де бағанағы жаңағы әдіске саламыз. Бір талдан арасына жібіт баған қалдырмай тоқимыз. Осылай тоқтық. Енді мына соңы болғандықтан мында кішкене кесіп аламыз. Неге осылай кіргіземіз. Енді мына жұмысты
жанын шығарып аламыз. Соединение дейді ғой, осылай жалғадық бір-бірін. Мінекей, осындай заколка шықты бізде. Енді бұның астындағы жіптерді жасырамыз. Ол үшін мынау екі жіп, мынау бағанағы жіптің ұшы, мынау жұмысшы болады, не? Екі жіпті осылай бір байлап аламыз бір-біріне. Мінекей, мына жағынан да ештеңе көрініп тұрған жоқ. Осылай байлап аламыз. Түйін жасап, екінші рет байлаймыз. Қаттырақ, жаңа біріншісіне қатты тартпайсыздар, себебі мына жақта тоқылғаныңыз тартылып кетеді. Көрдіңіз ба? Мінекей, осылай шығады. Осылай байлап алдық. Енді мына жіптің ішін осылай алып тастаймыз да, мына тоқылғандардың арасына жасыра саламыз. Мінекей, бірінші қатарымыз бар ғой, тоқылған. Қос екі жіптердің арасынан өткізіп аламыздар негімізді. Соның арасына осылай жасырамыз. Енді мынауымызды былай кесіп тастаймыз. Мынаны да осылай шығады. Мінекей. Енді бұл тоқылған заколкамызға мынандай ромашка гүлін жасау тереңеге. Ол үшін жібімізді аламыз. Көріне әдісін пайдаланамыз осылай. Енді мына жіптің арасына осылай қойып аламыз. Мінекей. Осылай бір баған тоқимыз. Бұл бізде бір. Келесі арасынан өткізіп тоқимыз. Бұл екі. Осылай. Үш. Төрт. Сізге мынандай қанша листок дейді ғой, осындай листок керек, сонша тоқисыз. Мына жерде маған 5 керек, сондықтан мен 5 тоқимын. 3. 4. 5. Бесеу тоқыдым. Енді былай жасаймыз.
Анау жіптің ұшы бар ғой, соны осылай тартамыз. Мынау шығып кетпес үшін осылай іліп қояйық ілмекке. Енді мына жіптің ұшын осылай тартамыз. Қаттырақ тартамыз да. Мінекей, ілмегімізді енді мына жердегі ең алғашқы бағаннан өткіземіз. Оны былай екеуін, яғни соединительный жасаймыз. Ол үшін екеуін осылай жалғау үшін өстіп, түсіндіңіздер ма? Міне, мынау петлямыз ғой, иә, жіп. Осыны алғашқы бағаннан өткізіп, ілмегімізді одан мінекей осылай өткізіп аламыз. Енді келесі бізде мынадай ақ түспен тоқимыз, иә, ортасын қызыл жасаймыз, екі жағын қалған шетін ақ. Мынау бізде жіптің ұшы, осыны тарту арқылы біз мынау гүліміздің ортасы жабық болады, соны жапқан сайын, тартқан сайын. Келесі бізде жіптің лепестоктарын тоқу басталады. Ол үшін мынаны кесіп тастайық. Жұмыс жібін. Енді жіптің ұшынан кішкене қалдырамыз да, былай бастаймыз. Мынау бағандағы жіпке, бірінші бағанымыз ғой, бірінші бағанға ілмегімізді іліп, одан тоқитын жібімізді өткізіп аламыз. Бір түспен де тоқысаңыз болады, однотонный қылып, өзіңіздің қалауыңызға қарай. 1, 2, 3 өткізіп аламыз. Енді накид дейміз ғой. Накидті іліп, ілмегімізге бағанға бірінші баған әлі. Бірінші бағаннан өткіземіз. Жіпіміз өткізіп аламыз. Мінекей. Енді 1, 2. Мінекей. Енді былай істейміз. Біріншісінен өткіземіз бірінші жіптен. Содан кейін тағы бір жіп өткіземіз. Деймізді. Тағы да накид. Әлі бірінші бағандамыз. Жіпімізді кішкене созып аламыз. Бірінен өткіздік. Екеуінен өткіздік. Міне үшіншісі. Енді бос екі баған тоқимыз. Тоқыдық. Енді бағанаға әлі бірінші бағанға түбінен өткізіп, бір рет тоқып аламыз. Сонда осындай бір лепесток шығады. Келесі. Көземізді 1, 2, 3. Келесі лепесток түңелері. Накидпен біреу. Екеу, үшеу. Тағы да накид. Өткізіп аламыз. Біреу. Екеуінен өткіздік. Үшіншісі бізде. Енді 1, 2. Тағы да осы бағанға тоқимыз. Келесі үшінші бағанға көшеміз. Бір рет тоқып аламыз. 1, 2.
накид. 1, 2, 3. Tағы да накид. 1, 2, 3. Енді 2 баған тоқимыз. 1. Сол баған әлі, иә, 3-ші баған. Соңғысын осылай кіргізіп аламыз. 3. Келесі 4-ші баған. Мінекей соңғы лепестогымызды да бітірейін деп қалдық. Осылай кесіп аламыз. Енді былай істейміз. Осылай түйіндеп аламыз түбінен. Екі рет. Мынау жіптің бағанағы соңы еді ғой, осыны тарту арқылы біз мына ортасын тесік болмайды ортасында сонда. Бұны да 2 рет түйіндеп аламыз. Осылай байлап. Мінекей. Енді мына жіпті былай кесіп тастасақ болады. Енді бұны былай, мынау ақ жіптердің мына жақта бірді пайдаланамыз да. Ақ жіптердің арасынан осылай өткіземіз да. Тағы да түйін жасаймыз.
изюмкаларымыз дайын болды. Баршаңызға назарларыңызға рахмет. Егер менің үйреткен әдісім сіздерге ұнаса, лүпілдеріңізді басып, өз пікірлеріңізді қалдыра кетіңіздер. Және де каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Рахмет.